Білесіздер ме? 1774 жылы әлемге әйгілі полиглот дүниеге келген. Бұл Джузеппе Меццофанти есімді діни қызметкер болған. Ол 30 тілде және 50 диалектте сөйлей алған. Бірақ Джузеппе сонда да Италияны тастап кетпеген. Ол өлім жазасына кесілген қылмыскерге уағыз айту үшін бір тілді бір күнде үйренген. Ал енді елестетіп көрейік. Егер адамзат тек бір ғана тілде сөйлесе, мысалы қазақ тілінде. Қазіргі уақытта әлемде 7000-ға жуық тіл бар. Осының ішінде 40 тілде әлемнің 2/3-сі сөйлей алады. Ал қазақ тілінде 13 миллион адам сөйлейді. Ал біздің жағдайда бұл тілде бүкіл әлем сөйлейтін болады. Қазіргі уақытта өзге тілде сөйлейтін адаммен сөйлесу үшін 3000-ға жуық сөз жетеді. Боғауыз сөздерді қоса алғанда адамзат қазақ тіліндегі 200 000 сөзді білетін болады. Сіз әлемдегі 197 мемлекетті еркін аралап, әр мемлекетті өзіңіздің туған жеріңіздей сезіне аласыз. Бұдан кейін қайда бару керек екенін және тағы басқа сұрақтарды қолмен түсіндірудің қажеті болмайды. Қазір әлемде 130 миллионға жуық өлеңдер бар. Бұлардың барлығы тек қазақ тілінде жазылған болатын еді. Ал кинолар мен кітаптарды сіз ресми нұсқада оқи аласыз. Басқа тілдердің жоқ болғаннан қазақ тілі дамымайтын еді. Себебі қазақ тіліндегі көптеген сөздер өзге тілден енген. Бірақ жазушылар мен ақындар саны 1 миллионға жететін еді. Адамзат тек бір ғана тілде сөйлесе жақсы болғаны ғой? Әрине иә. Мүмкін болашақта барлық адамзат бір тілде сөйлеуі мүмкін. Себебі әр 2 апта сайын әлемде бір тіл жойылады. Бірақ сіздің Альянс каналыңыз қазақ тілінде. Достар, өздеріңіздің ең жақын бір досыңызбен бөлісейік. Әрине болса, және де лүпіл басып каналға жазылуды ұмытпа. Ойлау қабілеті жоғарыларға арналған Альянс.